Сәлем достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Керемет, қазақтың, болашақта қазақтардың үйі осылай болады екен. Мынау енді күшті осындай домалақ үйлер салынады, өте керемет, әдем үйлер, оюлы әшекейлермен. Енді күшті, біздің қазақтың үйлері керемет болған ғой енді. Бұрын ата бабамыз соны біліп, енді керемет сондай үйлерде отырған. Қазақтардағы айтады ғой елдер, мал баққан қазақ нені біледі, қазақ қой баққаннан басқа, мал баққаннан басқа білері жоқ деп. Бірақ басқа ұлттарда бұрын біз сөйтіп айтатын. Енді әзір түсініп жатырмыз ғой өзіміздің кім екенімізді. Әлемде мойындап жатыр. Енді осы мыңжылдықтан бойын сондай болған шығар енді, бақса мал бағып көп деген нәрселерді енді қазір әруақтар оянып, адамдар өзінің ата тегі өзін ертіп, өзінің нелерін өтеп, қасиеттерін беріп, ұрпақтарын ал, енді сендер қой үстінде боз торғай жұмыртқалайтын кезге келдіңдер, алтын ғасырда өмір сүріңдер деп ата бабамыз. Енді бұрын ол кісілер енді өте дана болып, кезінде мынау біздің ата бабамыз үркерліктер болған ғой. Сондай бір не алған, былайша айтқанда саналар жоғарғы өлшемде болды да, олар биік болды. Олар барлығын жоғарғы өлшемнен, басқа космостан ақпарат алған ғой енді, былайша айтқанда. Сол үшін қазақтардың енді мақал мәтелдерінің өзі енді түсініп жатырмыз ғой. Ол енді бұрыннан келе жатқан нәрсе баяғыдан. Сол үйді де не үшін домалақ салды деген кезде бар ғой достар. Үйдерде домалақ салғанының себебі қара энергия жоқ қой. Үйге төте тіке мынау жоғарғы әлемнен, жарықтан ақпарат келеді, жоғарғы әлемнен ақпарат келеді. Үйде андай болмайды. Әзірге мына 4-бұрыш үйлерді көрсеңіздер, қара энергия көп, үйді азалатып жатады елдер. Деп бұрышқа жиналып қапты жын шайтан деп аластап атады үйдің ішін. Енді болашақта үйлерді көрсетіп жатыр екен қазір 3-ші көз ашылғандарға. Үй деген домалақ, өзі керемет деп. Бүгін келіп сол домалақ үйлердің жанында жүрмін міне. Домалақ үйлер. Сол достар, сол үшін енді бұрынғы әсілімізге қайтамыз ғой. Ата бабамыз бәрін баяғыда білген екен. Олар сондай дана болып, табиғаттың тілін біліп, бүкіл білген, бәрін білген енді. Егіннің қалай шығатынын не дейін. Енді қарасаңыздар, солардың айтып кеткендердің көбі бар мынау әзір. Неше түрлі мақал мәтел, өлеңдер, жырлар айтылған. Соның біз мына үркер сүмбіле дегеннің мәнін түсінбей айту. Сол нәрселерді енді түсініп жатырмыз. Енді бізге аян ретінде, түс ретінде неше түрлі және білім алу арқылы біздің ДНК-мызда оянып жатыр да, есімізге түсіп жатыр көп деген нәрселер. Менің ата бабам мынандай қолданған екен бұрын деп, басқа өлшемдердегі өзіміздің істеп жатқан қабілеттерімізді бізге көрсетіп жатыр қазір. Адамдар ашылып, көріп соны түсініп жатыр.